Мен кофені 30 күн бойы ішпеймін деп шештім. Кофе әлемдегі ең көп сатылатын тауарлардың бірі, және миллиондаған адамдар өз күндерін сонымен бастайды. Және мен солардың ішіндемін. Таңертең бір кесе кофе жасау салтынан өзі ұнайды. Мен бұл жанармай арқылы таңертең жұмыс жасаймын, және ол шынымен де дәмді. Содан неге мен одан бас тартуды шештім? Жақсы сұрақ. Кофеинді қауіпті деп санамаймын, бірақ жылдар бойы күн сайын оны тұтынғандықтан мен қатты тәуелділікті тудырдым. Мен кофе және барлық кофеині бар заттардан бас тартсам, соның ішінде энергетикалық сусындар, шоколад сияқтылардан, ал оның біреуінің ішінде шамамен 70 мг кофеин бар, олар маған қалай әсер ететінін білгім келді. Ұйқыма, мазасыздығыма, көңіл-күйіме және ең бастысы күш-қуатыма. Кофеиннен бас тарту мен өнімділігімді толығымен бұзады ма, және мені ақымаққа айналдырады ма? Бірақ мен ақымаққа айналдырып та керек емес. Әрекет жасап көру керек. Сосын мен қасіретімде жалғыз болмаймын. Бұл мен досым Крис Бака. Ол кофе қуырумен қызығады. Ол кофе компаниясының меншік иесі, және ол кофе ішіп өз күнін көреді. Тыңда, неге маған қосылды ұйғардың? Маған жай қызық болды. Мен не болатын көргің келді, және мен соңғы 20 жылда бірде-бір күнім кофе өтпеген. Рас па, өтірік емес пе? Рас айтам. Шын ба? Ант етем. Онда бұл оңай болмайды. Білем. Сонымен бұл біздің салтанатты соңғы кофеміз. Соңғы кофе. Әлі алда 30 күн бар. Денсаулық үшін. Бір жыл бойы жаңа әдеттерді енгізуден түсінген басты нәрсем өзіңіздің айналаңызды басқару. Ол күнтізбе болсын, өз істегеніңізді белгілеуге, витаминдеріңізді көрінетін жерге қою болсын, істейтін заттарды орындауды еске салады. Және ең бастысы, егер сіз кофеинді, қантты, ішімдікті, басқа кез келген нәрсені тастайтын болсаңыз, бірінші қадам оны жою болып табылады. Сынақтың 31 сағаты кетіп жатыр, және бұл еш қиындықсыз өтті. Мен ауыртпалыққа дайын болдым, ал ол болған жоқ. Бұл 32 сағатқа дейін ғана болды. Мен 3 сағат бойы жұмысымнан бір нәрсе болсын істегім келді, бірақ зейінімді жинақтай алмадым. Мен миым ағып жатты, басымда веналар соғып жатқан сездім, және мен келесі күні өзім жақсырақ сезінемін деп үміттеніп, кешкі сағат 5-те ұйықтап қалдым. Күннің көп бөлігінде басым ауырды, таңертең аздап жүрегім айнып кетті, және білмеймін қандай да бір себептермен қазір басым ауруы қайта басталды. Ауырғандықтан сөйлеудің өзі қиын болып тұр. Бірнеше күннен кейін сәл жеңілдеу болды. 5 күннен соң барлық ауыртпалық шокқа шықты. Маған Кристің жағдайы қызық болды. Мен басым ауырған сонша, мен кейде қатып қалам, миым істемей қалады. Сосын мен жай отырып, компьютердің таза экранына қараймын. Бос жерге. Мен бұл жайлы айттым. Өзімді өте нашар сезінем. Күште, зейінде жоқ. 6-шы күннің аяғы, және мен өзімді тамаша сезінем. Неғұрлым көп белсенділікпен айналыссам, соғұрлым жақсырақ сезінемін. Бүгін менде бас ауырым жоғалды, және тоқырау да жоқ болды. Күшім де үлкейді. Физикалық түрде бәр жақсарса да, өмірімізде бірдеңе жетіспейтіні сезілді. Қалай ойлайсың, көптеген адамдардың кофе ішетіндігі кофеинмен байланысты ма? Біз бұнымен жиі кездесеміз көбісі. Мен бұл жаққа сөйлесуге емес, кофе ішуге келдім дейді. Мен ойымша кофе бұл бір дәстүр сияқты. Кофені кофеин үшін жақсы көретін адамдар өте аз, ал көптеген адамдар үшін бұл сөйлесу үшін себеп болады. Кофехана кездесу үшін тамаша жер, және маған ең қатты ұнайтыны, ол жаққа өмірдің түрлі салаларынан адамдар барады. Миллионерлер болсын, не мүлдем ақшасы жоқ адамдар болсын, барлығы кофеханаға келеді, және бұл керемет. Ал бұл рас па, американдықтардың көпшілігі бәлішсіз өмір сүре алмайды? Бұл өтірік. Америка бәліштердің арқасында өмір сүрмейді. Америка кофенің арқасында өмір сүреді. Әрине, кофе жер бетінде ең көп сұранысқа ие заттардың бірі, және біз басқаратын нарықтың бөлігінің аты Specialty Coffee. Ал қазір бұл бөлік тым кішкентай. Сіз әрине өз үйіңіздің маңында әдемі латтелар сататын жерлер таба аласыз. Бірақ ол тым кішкентай. Түк түсінбедім, бірақ өте қызық.
сынақ жалғасып жатты. Ал мен кофені одан сайын сағына бастадым. Мен отбасыма, достарыма барған кезде барлық жерден кофе сататын жерлерді кезіктірдім. Қиын болды. Қайда барсам да Starbucks сияқты кофеханалар, ал маған жай ғана бір ұрттаған жетер еді. Қиып берейін ба? Мен жалбыз шайын ішуге көшсем де құмарлығымды басу үшін және миымды алдау үшін. Бірақ осы әлеуметтік жағы отбасымен не достарыммен бірге кофе ішу бұл басқаша болды. Бұл жақта ең қиыны кофенің әлеуметтік жақтарынан бас тарту. Мен өзімді жалғыз сезіндім және қоғамның бір бөлігі емес сияқты болдым. Мені қоғамнан жұлып алғандай болды. Ұйқы мен мазасыздық тұрғысынан ешқандай өзгерісті байқамадым, бірақ кейбір күндері маған қуатталу өте қажет болды. Білесіз бе, менде осы жақта мерзімдер жанып жатыр. Көп жұмыс және бір қуат беретін кофе болса артық болмайтын еді. Күш қуат алу үшін мен далаға жиі шықтым. Жаттығу залына кардио үшін бардым және жеміс жидектерді жедім. Мұны бұлыңғырлағаным дұрыс болады, YouTube'қа салған жөн емес. Достар, мен жаңа банан жеп отырмын. Сіз не деп ойлап қалдыңыз? Бұл әрине ақыр заман емес, бірақ аздап кофеинді алсам жақсы болар еді. Бұл сынақ аяқталуға жақын. Мен қайталап көремін бе? Жоқ. Әрине жоқ. Мен кофесіз өмір сүре алатынымды түсіндім. Сонымен қатар ол маған ұнайтынын түсіндім. Ол менің күнделікті өмірімнің бір бөлігі, және ол менің өмірімде маңызды рөл атқаратынын түсіндім. Мэтт, менің бір айымды құртқаныңыз үшін рахмет. Бұл керемет, таңғажайып тәжірибе болды, және сіздің айыңыз да менікі сияқты қиын болды деп үміттенемін. Мен 30 күн бойы осы сәтті ойлап жүрдім. Құдай-ау, тоқта! Бұл өте тамаша, керемет! Сонымен достар, ешқашанда кофеден бас тартпаңыздар. Мен әзілдеп тұрған жоқпын. Бұл шынымен де керемет.